Сәлеметсіздер ме, аяулы арулар? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы қыз тәрбиесі тектілік айнасы деп аталады. Қазақ халқы қыз деген сөздің өзін әдеміліктің, инабаттылықтың, сұлулықтың белгісі деп таныған. Халқымыздың халық ауыз әдебиетінде көптеген ақындарымыз қызға көптеген керемет суреттемелер берген. Сондай-ақ қыз баланың ұқыптылығын, шеберлігін, сүйкімділігін, жанының нәзіктігін, өнер білімге бейім тұратынын жоғары бағалап, оның ол қасиеттерін бейнелі сөздер арқылы ерекше көрсеткен. Мысалы, қыздың жиған жүгіндей, қыздың тіккен кестесіндей, қыз елдің көркі, гүл жердің көркі, жақсы сөз жағадағы құндыз, қызы бар үйдің қызығы бар деген сияқты теңеулермен салыстыр. Ал қазір отбасында қыз бала тәрбиесі қандай? Кейбір отбасында бұл тәрбие өз мәнін жоғалтқан. Қазіргі қыздардың бойынан қазақ ұлтына жат қылықтар көптеп кездеседі. Мысалға айтатын болсақ, темекі тарту, жеңіл жүрістері, көпшілік ортада өзін-өзі ұстау, этикасын білмеу. Міне осындай жан түршігерлік қылықтардың біздің қазақтың қыздарының бойынан табылуы өте өкінішті. Қыз баланың жақсы болып өсуіне оның өскен ортасының, бірге жүрген құрбы құрдастарының, дос жарандарының да әсері күшті. Қазақтың қызың өссе қызы жақсымен ауылдас бол, қызға 40 үйден тыйым деген нақыл сөздері сол өмір тәжірибесінен алынған. Ұлы Абай атамыз ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан қапы қалма деген екен. Демек, болашақ жас ұрпақты адамгершілігі мол, иманды, өнегелі, өнерлі етіп тәрбиелеу қазіргі отбасындағы үлкен міндет. Сонымен қазақ отбасында тәрбиенің негізі ұлттық салт дәстүрлер. Тәрбие отбасынан басталады. Қазақ отбасында қыз бала тәрбиесі оң жолға қойылуы керек. Келешекте ұлттық салт дәстүрмен тәрбиеленген қыздар ел қорғайтын, ұлт жанды жас ұрпақты тәрбиелейтін алатынына біз сенімдіміз. Бүгін сенің қызың жарық дүниенің есігін ашты. Алла адамға қаласа ұл, қаласа қыз береді. Алла тағала пайғамбарына саллаллаху алейхи вассалам 4 қыз нәсіп етті. Қыз тәрбиесі оның анасын таңдаудан басталады. Ана деген бір мектеп, оны дұрыс таңдаған салихалы ұрпақтың иесі болады. Ана көрген тон пішеді емес пе? Иман игі жардың басты өлшемі. Қызына мейірім етпегенге Алла мейірімін төкпейді. Оның жолы жіңішке, тәрбиесі нәзік. Әйел баласын шыныға теңеген Алла елшісі. Әлдейін әдемі әңгімеге ұлассың, ізгі аналарды үлгі етіп қиссалар айт. Ұлы Абай да ұлжандай ізгі анадан туған.